Всем салам алейкум. Достар, кім Ордабасы болмасам Қошқарата жаққа көбірек келеді, болмасам жұмысы осы жақта болса, мына недегі прям лестницаның алдындағы апаны білесіздер ғой, всегда тұрады сол жерде. Құрт сатып тұрады ғой. Құрты зор, құрты домашний, прям өзінікі әдемі, дәмді. Давайте сол апаның біраз саудасын жүргізейік, ана жерде жаурап тұрғаннан гөрі. Всегда тұрады ол апа, жазда да, қыста да. Бір килограммда алмайсыздар ғой, штуктап алсаңыздар да, өтіп кетіп жатқан адам 5 штук, 4 штуктан алып өтсеңіздер, 1 сағатта тұрмайды ана жерде ана апа бар ғой. Бір, не знаю, бәрібірде саудасы болғаны жақсы, ол апа қандай емес. Молодец, үйде жатпай қайта сауда істеп жатыр. Мен ырзамын ол апаға. Просто сіздерден қолдау болса деймін да. Құрты вообще зор. Мен айтып жатырмын. Мен алдын 1-2 рет жеп көргенім, қазір тағы алдым да. Жеп жатып сондай ой келді та маған. Мейлі бір адам көрсін, мейлі 2 адам көрсін. Сол 1-2 адамда сол ападан сауда қып қалса, мен қуанып қалам шынымен. Давайте. Так что қолдап ана апаны ұзақ тұрғызбай, алдымызда қыс кеп жатыр. Саудасын жүргізіңіздер. Үйіне барып жатсын, ертеңгі саудаға дайындалып жатсын. Ертең сіз тағы да достарыңызға, туысқандарыңызға, кешке жақын көп жүруге келеді адамдар. Мысалы да, хадбаға келеді ғой бәрі. Просто мешітке келетін адамдар бар. Поддержка керек.